Студент кезім еді. Үй іздеп жүріп, иман жүзді Гүлнұр есімді қазақ қызмен таныстым. Бірден жылы жырай танытқан, қара торы бой жеткен, жалғыз тұратынын айтып, үйіне шақырды. Сұраған пәтерақысы да көңілге қонымды болғандықтан, бірден келісе кеттім. Үйіне көшіп бардым. Ертесі туған күні екен. Азын-аулақ дайындық жасауды да ұмытпадық. Ол көрші құрбысы Батисада кілт бар екенін және жылға жуық араласатынын, осы үйге өз үйіндей кіріп шығып жүре беретінін айтты. Таңертең құрбысы келіп, аз-маз әңгіме айтып, қайта шығып кетті. Ал кешкісін жұмыстан оралған Гүлнұр неге екенін дастархан жайып жүріп, өзінен өзі ашуланды. Қолындағы ыдыстарын лақтырып, маған алара қарайтын сияқты. Мен Гүлнұрдың лезде өзгерген мінезіне қарап, таң тамаша қалдым. Қонақтар да жиналды. Ақ тілектер айтылып жатқан. Көңілсіз отырған Гүлнұрды бәрі ортаға алып, не болды? Неге көңіл күйің жоқ? Туған күні болған қыз осылай отырады ма? Деп жатты. Мен де оның ашулы жүзін жаратпай, өз туған күніңде көңілді отыршы, дегенім сол еді. Қалай көңілді отырамын? Үйіме ұры көшіп келсе, деді. Бәрі дастарханнан тұрып, Гүлнұрды келесі бөлмеге оңаша алып кетті. Мән жайды түсінбей қалғанмен, соңынан тұра жүгіріп едім. Ол маған бұрылып та қарамастан, сен әңгімемізге араласпашы, деді. Бейтаныс ортада, бейтаныс адамдардың қылығын ұқпаған күйі жатып қалдым. Еміс-еміс ақша жоғалғаны туралы естіліп жатты. Енді ойлана бастадым. Бәлкім, абайсызда алып бір жерге қойдым ба? Мүмкін, ұйқылы ояу тауып алған шығармын. Осы ойдың санама ұялауы мұң екен. Өз-өзімнен ыңғайсызданып қала бердім. Үйде менен басқа ешкім жоқ. Алғанда мен болуым керек. Сонда қайда қойдым? Ұры кім? Сан ойым санамды сан-саққа сүйреп, мазам қашты. Таңертең мен ешқандай ақша алмағанымды айтып ақталдым. Алайда күлімсіреген көздері мені ғана кінәлап тұрғанын ұқтым. Гүлнұр да жала жаба салатын қызға ұқсамайды. Қайта-қайта жылап, көзі білеудеу болып ісіп кеткен. Кенет қонақ қыздың біреуі, мен емші балгер кісіні білемін. Арың таза болса жүр сол кісіге. Барасың ба, деді. Мен кеттік, дедім. Менің басқа амалым болмады. Батиса мен Гүлнұр үшеуміз емші әйелдің есігін қақтық. Гүлнұрдың әңгімесін тыңдап болған соң, ол кісі Құран кітапқа үңіле бастады. Кенет дәл қарсы алдында отырған маған қарап тұрып, мына қыздан көріп жүрсің бе? Деп күлді. Бұл қыздан өзге ешкім алмады, деп Гүлнұр ызаланып қарады. Бекер, бұл қыз ұры емес, деді ол. Қолына қалам қағаз алып, әлденені жаза бастады. Соңында әлгі бір жапырақ қағазды Гүлнұрдың қолына ұстатты да, мына қағазды қараңғы бұрышқа тығып қой. Ұры 2-3 күннің ішінде ақшаңды өзі-ақ әкеліп береді, дегенде Гүлнұр мырс етіп күліп жіберді. Өзі әкеп береді деймін. Әбден қиналып әкеп береді, деді емші. Жолда Батисаның әңгімесінен қаланы әлі жақсы білмейтінін, жыл бұрын өзге елден көшіп келсе де, еш қайда шығып көрмегенін түсіндім. Үйге келе сала, қолымызға Құран ұстап, өзара шынымызды айту үшін серттесе бастадық. Алғашқы болып Гүлнұр бастады. Менің ақша жоғалтқаным рас, ант етейін, деді. Және Құран кітапты Батисаға берді. Ақшаны ұрлаған мен болсам, сәби сүймей өмірден өтейін, деді Батиса. Сол сәтте мен ол қыздың сәби сүйе алмай жүрген келіншек екенін ұқтым. Кезек маған келгенде, Батиса күлімсіреп, ал баста, деп қойды. Мен ешқандай ақша ұрлағаным жоқ. Соңымнан ерген жалғыз бауырым бар еді. Қымбаттым да сол. Гүлнұр
жұмысынан кеш келетін. Әскери округта аспазшы еді. Ақша ұрланғанына 3-ші күн деген күні жұмысынан алып ұшып ерте келді. Келе маған құшағын жайып, ренжімеуімді өтіне бастады да, жұмысқа Батиса келді. Ол менің жұмысым тұрмақ, өз үйінің адресін білмейді ғой. Қалай тауып келгеніне таң қалсам, өзім де білмеймін. Әйтеуір бір күш артымнан итеріп алып келді дейді. Түрін көрсең шошисың. Үстінде халат, аяғында үй тәпішкесі, шашы алба-жұлба. Мен 3-ші күн көз ілмедім. Гүлнұрдың ақшасын қайтар деп түнде әлде кімдер қылғындырады. Ұйқы бермей кешірші мені, құрбым деп қолыма ұрланған ақшаны ұстатты. Дегені сол еді. Менің жүрегім ауырып кетті. Енді ол сәби сүймей қалса ше? Өткен жолы Құран кітап ұстағанымызда ақшаны мен алсам, өмір бақи сәби сүймейін деп ант етіп еді. Ұрлық түбі қорлық деген осыдан қалған болар. Ұрлықпен келген дүние мүлік, ақша ешкімді байтпайды да, байтқан да емес. Себебі онда адамның көз жасы бар. Әрбір нанымызды еңбекпен тауып, өз несібемізді жеуімізді Алла нәсіп етсін. Әңгіме ұнаса лайк басып, төменге комментария бөліміне пікір қалдыра кетіңіз. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда сіздермен бөлісер әңгімем каналымнан көптеп шығатын болады.